Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Күні кеше Алматы қаласындағы элиталы тұрғын үй кешенінің күзетшісін көлікпен қағып, артынша тепкілеп, аса қатыгездікпен өлтірген шайтанның видеосын көрген шығарсыздар. Охранникті аяусыз ұрып болған соң, жаңағы зұлым 14-ші этаждан секірмекші болған екен. Алайда полиция оны құтқарып қалыпты. Негізі өлемін деген адам үн-түнсіз ешкімнің көзіне түспей-ақ өліп қалады. Бұны құтқармай-ақ қою керек еді. Квартира жалдап тұратын 3 баланың әкесі Нұрбол Қайтбаевты өлтірген рақымсыз малдың есімі Асқар Тастандиев екен. Интернеттен қарасаңыздар, жаңағы Асқар деген жауыздың әкесі бұрынғы прокуратура қызметкері және экс-депутат болып шықты. Бұл ақпарат және расталды. Тағы бір қызық айтайын, Асқар Тастандиев Қуандық Бишімбаев пен Нархоз университетінде бір группада оқыпты. Байқайсыздар ма, үнемі ел басқарған дөкейлердің балалары осындай қатыгез, мейірімсіз, пасық, тәкаппар болып өседі. Әр адамның мінезі үйдегі тәрбиеге байланысты. Қандай тәрбие алды, бала солай қалыптасады, дұрыс қой. Ал енді ойлаңыздаршы, осындай бала емес, рақымсыз малғындарды жетілдірген адамдар біздің елді басқарған және қазірде басқарып отыр. Әйтеуір бұлардың қылмысы әшкереленді ғой. Ал осындай дөкейлердің қаншама баласы қылмыс жасап, адам өлтіріп, артын ақшамен жауып, жазасыз құтылып кетті. Біз білмейміз, сұмдық, иә. Ертең Асқар Тастандиевті абайсызда адам өлтірді деп ақтап алуы да ғажап емес. Сіздерден сұрайыншы, мұндай надандарды қалай жазалаған дұрыс? Бұған 20 жыл мүмкін, 30 жыл әлде өмір бойына бас бостандығынан айыру керек пе? Төменде пікір жазып кетіңіздер, мен оқимын.